Құрметті Ақтөбе облысының тұрғындары мен қала қонақтары, құрметті жүргізушілер. Метеорологиялық және жедел штабтың мәліметінше, алдағы демалыс күндері ақпан айының 15 мен 20 күн аралығында Ақтөбе облысында ауа райының күрт нашарлауы болжануда. Осыған орай Ақтөбе облысына қарасты халықаралық және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында қар аралас жаңбыр, желдің күшеюі және жол жабынында көктайғақтың пайда болуы болжануда. Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар әсіресе алыс рейстерді жүзеге асыратын жүргізушілер үшін қозғалысты едәуір қиындатуы мүмкін. Сіздерден мүмкіндігінше алыс сапарлардан бас тартуды, жылдамдық режимін және қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтауды, көріну деңгейінің төмендеуін және жол жағдайын нашарлауын ескеруді, жолға шығар алдында көлік құралдарының техникалық жағдайын тексеруді, ресми ақпарат көздеріндегі хабарламаларды қадағалап отыруды сұраймыз. Құрметті жүргізушілер, өз қауіпсіздігіңізді және жолаушылардың қауіпсіздігін сақтаңыз.